كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Әй құлдарым, бүгін сендерге қауіп-қатер жоқ, әрі қайғырмайсыңдар дейді. Олар сондай иман келтіріп, бойсынушылар, жәннатқа кіріңдер. Сендер де, жұбайларың да шаттыққа бөленесіңдер. Оларға алтыннан табақтар, кеселер ұсынылады. Сондай-ақ, онда көңілдері қызығатын, көздері қуанатын нәрселер бар. Сендер онда мәңгі қаласыңдар. Міне, осы сендердің амалдарың менен мұрагер болған жәннат. Онда сендерге жемістері көп, одан жейсіңдер. Зухруф сүресі 68-73 аяттар. Расында біз түксиіп қатты томсарған күннен Раббымыздан қорқамыз дейді. Сондықтан Алла оларды сол күннің апатынан сақтап, жарық жүз әрі қуанышқа бөлейді. Оларды сабыр еткендіктері үшін жұмақ және жібекпен сыйлайды. Олар ол арада дивандарға жастанған түрде отырады. Олар онда ыстық та, суық та көрмейді. Оларға пейіштің көлеңкелері иіліп, жемістері мүлде еріктерінде болады. Оларға күмістен ыдыстар, шыныдан құмыралар ұсынылады. Күмістен шынылары өлшеумен толтырылған болады. Пейіште оларға зәнжабил араластырған ішімдік кесемен ішкізіледі. Ол пейіште сәлсәбил деп аталатын бір бастау бар. Олардың айналасында мәңгілік қызметші жастар болады. Оларды көрсең, шашылған інжу деп ойлайсың. Сол жерге қараған сәтте нығмет, зор салтанат көресің. Олардың киімдері жұқа, қалың жасыл жібек, күміс білезіктермен безенген болады. Сондай-ақ Раббылары тап-таза ішімдік ішкізеді. Расында бұл сендердің сыйлықтарың, еңбектерің жоғары бағалануға лайық болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм, расында біз саған Құранды аз-аздап түсірдік. Ендеше Раббыңның үкіміне сабыр ет. Олардан күнәһарлар немесе қарсыларға бағынба. Ертелі кеш Раббыңның атын зікір ет. Инсан сүресі 10-25 аяттар.